Бүгін мынтип, оны даңғыр жолға түшіп қаптыр, сапары байсалды осыным, өмірі ұзын болсын, дені таза болсын, Аллахым қолдасын, ең бірінші Аллахым қолдасын, андан кейін шу елі жұртымыз қолдасын. Шу депутаттыққа өтіп, елі жұрттың тілек мақсаттарыны орындатқан инсандардан болсын. Аллахым қолдап жүрсін. Бардыңыз шул аяш баламды қолдап беришиңиздер суранам. Өмірге барака берсин, дайыма сапары байсалды болсын. Шул ең жақсы өтіп баса, ең жақсы депутаттардан болып, дайыма сыймыктанып айтып жүрген депутаттардан болсын. Алла қолдасын. Сіздерге чоң рахмат. Шу елдің өзін айтып қояйын. Шу айыстамдар, айшынендер. Шу айыстамдармен қатышпасам дағы мен шул кішіне шаарда болып қалып, шу атамы көрдім еле, ушундай кишиле деп, бұл жақта авам айтып атат, чоң атам мен чоң атаң ушундай кишиле деп. Анан кече бир жерде кичине биздин агаларыбыз сөз кыстарып кетип атат. Ушул сөздү туура көрсөңүздөр айтып коеюн. Өзүн өзү мактатып атат деп. Бул кишилер менен мен бүгүн биринчи жолу көрүшүп отурам. Анан Алла Таала ушу мактаганга жеткизсин. Анан кээ бирлер туруп алып, отурбай мен тика сурайм, сүйлөйм, ушундай мен жөнөкөйм деп атат да. Бар жокту Аллах көрүп турат, ким жөнөкөй, ичинде эмне бар экен. Бардыгыбыз жөнөкөй болалы, жумуш менен көргөзөлү. Мен бардык кандидаттарга ийгилик каалайм, бири-бирибизге сөз айтпай, өзүнүн жумушун көргөзүп, элге туура жүрөктөгү бардык кандидаттар менен бирдей эле өзүнүн жумушун көргөзө берсин деп айтмакмын. Чоң рахмат.